бұрын бірінші сабағымызға ену үшін болжап қойып, бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ, не жөнінде сөйлесеміз. Суретке қарап, бүгінгі сабақты болжайық. Не көріп тұрмыз? Ақша мен уақыт теңде бірге жүріп қымбат, иә? Иә, әрбір сәтіміз не? Бүгінгі тақырыбымыз уақыттың бос өткені. Тыңдалып мәтінін мұқият тыңдайық. Бір дана бос құмыраны алып, таспен толтырады. Шәкірттерін жинап, құмыра толды ма деп сұрақ қояды. Шәкірттері иә деп жауап береді. Дана бұршақ толы банканы алып, түгелдей құмыраға құяды. Сонда дана былай деді. Ал осымен үзіндінің бірінші бөлігін оқыдым. Қазір екінші рет сендерге қойылым ретінде мына жерге қойып беремін. Тағы да бір мұқият тыңдайсыңдар, сосын тапсырманы орындайсыңдар. Келістік па? Құмыраны алып, ең бірінші оны тастармен толтырады. Сөйтіп, өз шәкірттеріне құмыра толды ма деп сұрайды. Толды ма? Толды, иә? Солай ма? Онда бер қарай. Енді дана алды да бір стакан бұршақтарды салды. Ыдысымыз толды ма деп сұрады. Шәкірттер не деп жауап берді? Иә деп. Енді бір стакан құмды әкеліп құйды. Тағы да студенттерінен, шәкірттерінен құмыра толды ма деп сұрайды. Не деп жауап береді? Иә деп жауап берді. Құмырамыз толған сияқты, иә? Бірақ әлі де не болады? Енді ұстазы әкеліп нені құяды? Суды құяды. Құмыра толды ма? Иә. Ал осыны жасады да ұстазы не айтты? Сонда дана не деп айтты? Енді ары қарай өздерің жұпта болжайсыңдар. Оқушылар, енді уақыт туралы өсиет әңгімесінің бірінші бөлігін тыңдады. Енді сендер қалған бөлігін жұпта болжауларың керек. Олай болса, бірінші жұптарымызды анықталайық. Оқушылар, жұппен жасау үшін қазір біз өз жұбымызды жұптың екі ұшы арқылы анықтап аламыз. Кәне. Бәрі ұстатып бартым. Жан. Міне кетті бос. Мәкін ұстамады. О, Кирилл түкіміш. Мәкін. Ал, болса, тартпаймыз. Ал, жаймен ғана жұбымызды анықтай. Бар, екеуі бірге отыра ғой. Назерке менен Айзерені тыңдап, қандай болжамдарыңыз бар? Мынау үлкен таз өміріміздегі батылық, қуаныш, ата-анамыздың жан-жақты істегенде. Бұршақтар ол бізді қуантатын нәрселер, машина, көлік, байлық, ақша дегендей. Мынау құм ол ұсақ тектер. Құм ол ұсақ тектер. Су не деп ойлайсыңдар? Су уақыт. Уақыт, иә? Бара жатқан уақыт. Су сияқты ақпардан уақыт. Жақсы, тамаша. Ал, енді оқушылар топтық жұмысқа да кезектелді. Топтық жұмыста 9 урок әдісі арқылы жаңағы оқыған мәтінге өмірде ең басты құндылықтар, ең басты нәрсені не деп ойлайсыңдар? Соны осы 9 урокқа орналастырып. Қуаныш, деньги не последний машина. Нет, машина. Бірінші топтың жұмысын тыңдап отырайық. Бұл тоғызыраунд өмірге керекті заттар. Ең бастысы бірінші орында денсаулық. Өмірімізде денсаулықтың екі
егер болмайды, өйткені Иә. біз өмірімізді дальше Ары қарай. дами аламыз. Бәрін біліп сөйтіп өмір сүре аламыз, өзіміздің ата-анамыз, балаларымыз, болашағымызды не істей аламыз. Ең бастысы денсаулық Иә, үшін екіншісі ол бізде отбасы. Отбасымыз біздің өмірдегі ең жақын адамдарымыз. Дұрыс. Олар әрқашан оларды қуанып жүру керек. Жақсы. Уақыт. Уақытпен бізде бәрі байланысты. Уақыт болмаса біз оны Иә, ешқайсысына да ешқайсысына үлгермеуіміз де мүмкін. Уақыт сыймақ өтіп жатыр. Сол үшін уақыт бізде ең маңызды өмірде. Ал ең ұсақ түйек деп сендер ақшаны қойыпсыңдар, Камила. Неліктен? Енді жеке жұмыста мәтін бойынша шын жалған ақпаратты анықтаймыз. Құс-тұмсық белгісін қойып отырамыз, иә? Ал орындауға 3 минут уақыт беріледі. Оқушылар жұмыстарыңды тақтадағы дұрыс жауаппен өздерінің жұмыстарыңды өздері тексере қойыңдар. Тексеріп, кімде минус, дұрыс емес қате, жауап шықты. Ал Нұршатты тыңдап көрейік. Нұршат, қай жерде қателестің? Құмыраға тас қана сияды дегеніміз дұрыс емес. Құмыраға тас, бұршақ, су Сияды екен. Дұрыс па? Құмыраға не сыйды? Құмыраға тас, бұршақ, су, құм сыйды. Жақсы, тамаша.